Баршаңызға армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен еттің нанын илеп, оны жақсылап жаюдың жолдарымен бөлісетін боламын. Бұл видео әсіресе жас келіндерге пайдалы болады, сондықтан соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Оның үстіне шай ішетін кесемен бір пиала толтырып су құямыз, және оған бір шай қасық тұзды ертіп аламыз. Міне барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Және оның үстіне дәл жаңағыдай шай ішетін кесемен 2 кесе толтырып ұнды қосатын боламыз. Ұнды 3 бөлікке бөліп қосасыздар. Басында мен осындай қасықтың көмегімен араластырып алдым. Одан кейін қолмен илейтін боламыз. Әр ұнның сапасы әртүрлі болып келеді, сондықтан кішкене азырақ немесе көбірек ұн қажет болуы мүмкін. Енді қолымызбен жақсылап илейтін боламыз. Қалған ұнды да қосып жібердім. Дәл осы мөлшермен үлкенірек бір күлше шығады. Егер сіздерге көбірек қажет болса, бірнеше есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне нанымыз қолымызға да, ыдысымызға да жабыспайды. Кішкене қаттылау қылып нан илейсіздер, және де оны пакетке 1 сағатқа салып қоясыздар. Және арасында 1-2 рет нанымызды қайтарып илеп қоямыз. Сонда нанымыз июі қанып, өте жақсы жайылатын болады. Енді нанымызды жаюға кірісеміз. Жақсылап ұн сеуіп, осылай қолымызбен басып, бір формаға келтіреміз. Ең басында осылай бір формаға келтіріп, дөп-дөңгелек қылып жасап алсаңыздар, соңында қамырларыңыз өте дөңгелек, жақсы болып шығатын болады. Міне қолымызбен басып, енді жаюға кірісеміз. Осылай айналдыра отыра қамырды қатты салмақ түсірмей жайып шығатын боламыз. Енді оқтауға орап жаюға кірісеміз. Ораған кезде арасында ауа қалмайтындай етіп, барынша нығыздап орауға тырысыңыздар. Және керегінше ұн сеуіп отырамыз. Міне нанымыздың көлемі кішкене үлкейе бастағаннан кейін оқтауға нығыздап орап, енді салмағымызды түсіріп жаятын боламыз. Салмақты ортасына емес, оқтаудың 2 шетіне ғана түсіріп жаятын боласыздар. Соңына қарай ұнды азырақ салуға тырысыңыздар, себебі сорпамыз мөлдір болмай қалуы мүмкін. Сондықтан ең соңында ұнды мүлдем салмаймыз.
Еттің нанын тым жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Міне осындай мөлшерде болса болады. Сорпаға салатын болсаңыздар, бірден осылай пышақпен кесіп сала бересіздер. Міне бір келгі өте жақсы жайылған қамыр болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.